Эфирде 7 News, студияда Айша Жақсыберген. Қайырлы кеш. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін арқа төсіндегі арман қалаға айналған Астана күні. Сондай-ақ елорда күнімен тұспа-тұс келетін елбасының туған күні. Қос қуанышқа жерлерде іс-шаралар ұйымдастырылып, қазақстандықтар ақ тілегін арнады. Еңселі елорда күнінде тараздық бүлдіршіндерге тарту жасалды. Мерекеде 150 орындық заманауи балабақша ашылды. Астана күнінде жамбылдықтар саны 24 адамға артты. Бүгін дүние есігін ашқан сәбилерді шаһар шенеуніктері атана атанғандарды құттықтап қайтты. Бүгін 6 шілде бас қаламыз елорданың туған күні. Бас шаһардың кәмелеттік жасы ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына тұспа-тұс келіп отыр. Осы ширек уақытта еліміздің экономикасы да жан-жақты дамып үлгерді. Еліміз өз тәуелсіздігін алғаннан бері елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей қолдауымен шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға барлық қолайлы жағдайлар жасалып келеді. Елбасы Қазақстан Республикасының экономикалық әл-ауқатының арттыру мақсатында шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына ерекше көңіл бөлуде. Осы уақытқа дейін ел экономикасының индустриялық инновациялық дамуды жүзеге асыру мақсатында көптеген шаралар жүзеге асырылып, арнайы мемлекеттік бағдарламалар қабылданды. На сегодняшний день существует помощь предпринимателям. Бүгінгі таңда кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан көптеген бағдарламалар арқылы көмектер көрсетілуде. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы облыста 619 кәсіпорын 62,7 миллиард теңгеге қосылған. 619 проектов. Шағын және орта кәсіпкерлікті жұмыспен қамту 2020. Бизнестің жол картасы 2020, өндірісті дамыту, агробизнес 2020 сынды мемлекеттік бағдарламасы аясында көптеген кәсіпорындар өз жұмысын жасап отыр. Осындай қолдаудың арқасында ел экономикасының дамуына үлес қосып, жүздеген жанды жұмыспен қамтып отырған кәсіпорындардың бірі Жамбыл гипс акционерлік қоғамы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа үлкен алғыс білдіреміз. Жамбыл гипс акционерлік қоғамы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 75 миллион теңге алды. Жаңа цех жұмыстары үшін бұл қаражат үлкен көмек болып отыр. Сондай-ақ шағын кәсіпкерлікті дамытудағы мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған көмектің бірі оларға несие беру болып табылады. Ауылдық жерлерде кәсіпкерлерді қолдау және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге қаржылай көмек көрсету мақсатында облысымызда құрылған 10 ауылдық несиелік серіктестіктер тарапынан 2016 жылдың басынан аудандардағы шаруа қожалықтарына 662,5 миллион теңгенің несие қаражаты берілген. Өзінің өміршеңдігін көрсеткен бағдарламалар аясында тірлігін тіктеп, жемісті еңбек етіп отырған азаматтар дамыған 30 елдің қатарынан табылуымыз елбасының сындарлы салиқалы саясатының оң нәтижесі дейді жеке кәсіпкерлер. Жетпеген тиыныма да өкіметтен ақша алдым. Оған да рахмет, көмегім берді. Құдайға шүкір деймін. Мына тірлігім бар. Жаман емеспін. Мына халқымның арқасы, тамағымды ішіп әйтеуір. Осы елбасымыздың арқасында осындай бағдарламалар ұйымдастырып, жастарға үміт сыйлап отқан. Не айтамыз басқа? Осы елбасымыз аман болсын біріншісі. 2016 жылдың 1 маусымына облысымыздың тіркеуге алынған шағын және орта кәсіпкерлер субъектілері бойынша жұмыс атқарып отырғандардың жалпы саны 59.308 бірлікті құрап отыр. Оның ішінде 4.031 заңды тұлғалар, 56-сы орта бизнес, 39.586 жеке кәсіпкерлер, 15.635 шаруа қожалықтары. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінде жұмыспен қамтылған адамдар саны бүгінгі күнге 126.873 адамға жеткен. Немесе облысымыздың экономикалық белсенді тұрғындарының 23,5%-ын құрап отыр. Жансұлу Дүйсенәлі, Марат Таубаев, 7 News. Елбасымыздың сындарлы саясаты салмақты пікірінің жемісінің бірі 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан Халқы Ассамблеясы мемлекет басшысы жанындағы консультативті кеңесші орган мәртебесімен құру туралы жарлығы. Бүгінде ассамблея этносаралық келісімді, қоғамдағы толеранттылықты және халық бірлігін одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдай жасауға септігін тигізеді. Өзге ұлт өкілдерін бір шаңырақ астында бір атаның баласында жинап отырған облысымыздағы достық үйі жұртшылықты Астана күнімен құттықтайды. Толығырақ тілші бейнематериалында.
25 жылдағы дамудың даңғыл жолында талай тығырық пен сынаққа сыр бермеген қазақстандықтар қатарында қазақ елін қара шаңырақ деп білетін өзге ұлт өкілдері де бар. Еңселі ел болуымызда ассамблея мүшелерінің барлық саладағы еңбегі зор. Бүгінде мерейлі мереке Астана күнінде өзге ұлт пен ұлыс өкілдері жұмыла іс-шаралар ұйымдастырды. Жалынды жастар өз сөздерінде елдің дамуына барынша үлес қосатындарын айтты. Елбасының толған күнімен де тұспа-тұс келіп жатқан Астанамыздың әдемі әсем қаламыздың толған күні де үлкен шаралар әлі де жалғасын табуда. Барша қазақстандықты бүгінгі шаралармен және де үлкен шаралардың туындысы болып саналатын Астана күнімен құттықтай келе, барша еліміз аман, жұртымыз тыныш, халықтар бірлігі, халықтар достығы әрмен қарай арта берсін демекпіз. Бүгінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім үлгісі әлем назарын аударып отыр. Оған қызығушылық танытушы мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар саны күн санап артып келеді. Қазірде шаһарымызда 800-ден астам ұлт пен ұлыс өкілдері тұрып жатыр. Достық үйінде танымдық мәдени бағыттағы іс-шаралармен қатар әртүрлі жастарға арналған дамыту шараларында жүргізіледі. Басты мақсат халықты бірлігі бекем ел болуға шақыру. Всего в Казахстане. Қазақстанда 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады. Әртүрлі болсақ та біз біргеміз. Отанымыз Қазақстан. Астанамыз өркендей берсін. Әлемдік аренада жаңа шыңдарды игеріп, елбасымыз аман болсын. Мерекелеріңізбен. С праздником. Елімізде барлық этностың мәдениетін, тілін, дәстүрін сақтап қалып, одан әрі дамыту үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Оған жыл сайын Астана төріндегі ассамблея сессиясы дәлел бола алады. Осылайша түрі бөлек болса да тілегі бір қазақстандықтар ел мұраты жолында бірлігімізді жарастыруды жалғастыра бермек. Дина Али, Серік Тәжібаев, Жеті Ньюс. Бүгінгі Қазақстан барлық салаларда оң өзгерістерге жетіп, экономикасы, білім мен мәдениеті тұрақты дамыған, ынтымағы жарасы берік нығайып келе жатқан еңселі ел. Бүгінде еліміздің сан саласында серпін бар. Солардың қатарында білім беру саласы биік белестерді бағындырып, алға қарай қарқынмен ұмтылуда. Елбасы бастамасымен жүзеге асқан бағдарламалардың шарапатын жамбылдықтарда көріп, бүгінде ел мүддесіне еңбек етуде. Еліміз енді ғана егемендік алған тұста 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашақ бағдарламасын жүзеге асырды. Халықаралық стипендия дарынды жас қазақстандықтарға әлемнің үздік университеттерінде білім алуға мүмкіндік береді. Ұлт көшбасшысының жарлығымен 1993 жылы 5 қарашада қабылданған бағдарлама 1994 жылдан бері жылма-жыл қазақстандық жастарды шетелдің алдыңғы қатарлы оқу орындарына жіберіп келеді. 23 жыл ішінде бабаларымыздың аяғы тимеген жерде мыңдаған бойжеткен мен бозбала білімін тиянақтады. Осы мүмкіндікті пайдаланғандардың бірі тараздық Бейбіт Жүнісов. Ол Англия елінде заң мамандығы бойынша білім алған. Қазір Тараз қаласындағы Жамбыл қазақ-түрік есеп экономикалық колледжінде шәкірттерге тәлім береді. Айтуынша, бүгінде білім алам дейтін жастарға мемлекет аянып қалмауда. Осы 2014-2015 жылы Колчестер деген қалада, Эссекс деген университетінде өз мамандығым бойынша, қаржы мамандығы бойынша магистратураны бітіріп келдім. Мүмкіншілік беріп атқан мемлекетімізге, халқымызға, президентімізге көп рахметімді алғысымды айтам. Және де осындай өзімнің жұмысымды жалғастырып, туған өлкеміз Тараз қаласына жақсы септігін тигіземіз деп ойлаймын. Қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады. Сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы қажет. Елімізде қабылданған 12 жылдық білім жүйесі, Кембридж тәсілі бойынша оқыту ұсынды және тағы басқа бағдарламалар мен реформалардың бастамасы елбасының ұсынысынан шығуда. Бүгінде 30 жылдан астам осы салада ұстаздық еткен Әлия Манауқызы жүзеге асырылып жатқан бұл шаралардың оқушылардың үздік халықаралық стандарттар бойынша сапалы білім алуына жол ашатындығын айтуда. Сондай-ақ президентіміз білімге деген көзқарасы дұрыс деп сенемін. Мысалы, Назарбаев мектептері ашылып жатыр, Назарбаев университеті ашылды. Келешегіміз, балаларымыз біздің елімізді көркейтіп, бұдан да жоғарғы деңгейге көтереді деп мен сенемін. Жетістігі мол жедел іске алып келер табысты жоба арқасында қазақстандық жастар сапалы білімге қол жеткізді. Бүгінде елімізде іске асқалы жатқан 5 күндік білім беру, 3 тілді білім беру, серпін сияқты білім беру саласын дамытуға бағытталған бағдарламалар нәтижесін көрер күнде алыс емес. Бір ғана анық бар, алған асуларымыз ата-баба қанымен, ұлт арманымен келген тәуелсіздік пен бейбітшілік бесігіне айналуға қажыр қайратын аямаған елбасы еңбегінің нәтижесі. Мерей Байет, Арман Сабыр, Жеті Ньюс.
Астана күніне орай Тараз қаласында балабақша ашылды. 150 орынға арналған білім беру мекемесі мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында бой көтерген. Заманауи үлгідегі ғимаратта балғындардың сапалы білім, саналы тәрбие алуына бар жағдай жасалған. Ашылу салтанатынан Берік Жұмабайұлының бейне материалы. Тараздағы автомобилінің көшесінде орналасқан Асылғазына балабақшасы 2 қабаттан тұрады. Жалпы аумағы 1147 шаршы метр. Бұл бөбекжай бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асқан. Құрылыс жұмыстары 2015 жылы басталып, бүгінгі бас қаламыз Астана күні мерекесінде Тараз тұрғындарына тарту етілді. Жыл санап мемлекеттік және жекеменшік балабақшалар саны артып, кезекте тұрған тараздық бүлдіршіндерді мектепке дейінгі тәрбиемен қамтамасыз ету жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Тараз қаласында 26-шы жекеменшік балабақша ашылып жатыр. Қала бойынша бізде бүгін 25 мыңнан астам балалар тұр. Бүгінгі күні бізде 82-де 3% балалардың саны қамтылған 3-тен 6-ға дейін. 5 жылдың ішінде біз мысалы осындай жекеменшік балабақшаның саны көбейсе, 2 есе көбейсе, сол кезде балалардың бәрін толық қамтимыз деп ойлаймыз. Балалардың қамтылуы 1 жастан сонда 6 жасқа дейін толық болады. Балабақшада барлығы 6 топ бар. Әр топта 25 баладан қабылданады. Күніне 5 рет тамақ беріледі. Психолог, дефектолог, логопед сынды мамандармен қатар спорт би үйірмелері жұмыс істейді. Ол үшін кең әрі ыңғайлы бір спорт зал, медициналық кабинет пен бассейн жұмыс істейді. Қаланың көрікті жерінен салынған заманауи үлгідегі балабақшаның ашылғанына бүлдіршіндер де, ата-аналар да дән риза. Бала біздің болашағымыз дейді ғой. Бұлар осындай балалар осы балабақшада көп болсын. Бұндай балабақша тұрғанда біз де үйде алаңдамай отырамыз деп ойлаймын. Балабақшаның ішін араладық, өте керемет, бәрі жаңа, балалардың ойнауына ыңғайлы, өте кең екен. Үй жақтан ашылған өте қуаныштымыз. Баланың дамуымен қатар білім беру, яғни мектеп алды даярлыққа ерекше көңіл бөлінбек. Мұндағы әрбір тәрбиеленуші 3 тілді тіл сындырып, әрі танып, жазу, сызуды меңгеріп шығады дейді мамандар. Ал алдағы уақытта мүмкіндігі шектеулі балалармен демалыс күндері де жұмыс істейтін топ құрылмақ. Берік Жұмабайұлы, Марат Таубаев, Jet News. Мереке күннің жартысына дейін тараздықтардың саны 24 адамға артты. Дәл осы күнне дүние есігін ашқан сәбилерге шаһар шенеуніктер сый құрмет көрсетті. Перзентханадағы мерекелік көңіл күй келесі бейне материалда. Бұл 130-ші бөлме, мұнда жаңа босанған аналарға келген қонақтар күтіледі. Бүгін перзентханада бірден 2 қыз баласы дүниеге келіпті. Қазіргі таңда олардың денсаулықтары жақсы, аналардың жағдайы жаман емес. Ал жас аналар үшін ең бастысы бауыр еті баласының 12 мүшесі аман деннің саулығы. Өте қуаныштымын бүгінгі босанғаным өте жақсы болды. Астана мерекесі құтты болсын. Қазіргі күні перинаталдық орталық толықтай заманауи құралдармен жабдықталған. Білікті маман иелерде әр нәзік жандылардың жеңіл босану үшін барынша көмек көрсетеді. Осы жолда аянбай еңбек еткен дәрігерлерде мереке қарсаңында құралақан қалған жоқ. Өздерінің кәсібиліктерінің арқасында алғыстың астында қалды. Бүгінгі күнде осындай сәбилердің дүниеге келгеніне және оны ескерусіз қалмай халқымыздың барлық азаматтары келіп құттықтап жатыр. Енді біз не айтамыз? Осы мерекеміз құтты болсын, бәріміз дені-қарнымыз сау болсын, дүниеге жас сәбилер көптеп келе берсін. Айта кетейік, айтулы күні қалада 24 нәресте дүниеге келген. Оның басым көпшілігі ұлдар. Енді осы өмірге алғаш қадам басқан нәрестелер елін сүйген, елі сүйген ұл қыз болып өссе екен дейді ұйымдастырушылар. Нұрлан Асқар, Альфия Мингазова, Серік Тәжібаев, Jet News. Астана жастарға шабыт береді. Тараз қаласында тұратын Болатқан Көптілеу елбасының ізген ниетін тыңдап, қалам сабын сыйға алған жігіт. Бүгінде ол бірдей кәсіпорынның білгір маманы, ел ертеңі жас мамандар екенін ұғынған азамат. Елбасының жастарға демеу беретінін айтып, сындарлы саясатын қолдайды. Еліміздің өнеркәсіптік дамуында үлкен бетбұрыс болатыны айқын. Сондықтан да, құрметті әріптестер, демалатын уақыт жоқ. Болатқан Көптілеу бұл жалынды сөздерін осыдан 4 жыл бұрын Нұр Отан партиясының 14-ші съезінде айтқан. Елбасы мен дүйім жұрт алдында еліміздегі жас мамандардың атынан сөйлеу мәртебесіне ие болған. Бүгінде отандық бірегей кәсіпорын Қазфосфат компаниясы қарамағындағы минералды тыңайтқыш зауытының белді қызметкері. Кезекті партиялық съездің 15-ші отырысына ол делегат болып барған. Бар ой елбасының қолын алып, батасын алу. Қаумалаған көптің арасынан суылып шығып елбасымен тілдеседі. Нәтижесінде Болатқанның алғырлығына риза болған президент өзінің қаламын сыйға береді. Сөз тапқанға қолқа жоқ дейді ғой дедім. Дат тақсыр деп сөз сұрасам бола ма деп едім, күл жіберді, айта бер дейді. Өткенде түс көрдім, түсімде жақсы іс көрдім. Сіз ұсынған, сіз сыйлаған қаламсағыңызбен Қазақстанның гүлдеуіне жоспар құрып жатыр екен дедім.
сол түсім өң болсын деп ақ батаңызды беріп қаламсабыңызды ұсыныңызшы деп едім. Аумин деді. Сол жерде. Осы бір жүздесу болатқанға ерекше рух беріп дем берген айтады. Содан бері ол қаламсапты бір сәтке тастаған емес. Сиясы бітсе ауыстырып қайта қолданамын дейді. Құнды құралмен жұмыс барысында ең маңызды деген құжаттарға қол қойғанда ғана пайдаланады екен. Бұл өзі былай қарасаңыз білімде өте адамдармен тіл табысып, былайша айтқанда тек қана жұмыста емес, өнерде де өлең айтып, би билеп, бәр жағынан цехтың мақтанышы болып жүр. Жас маманның зауытта қызмет еткеніне 9 жылдан асты. Бұрындары аппаратшы болған білікті маман бүгінде кәсібін нәсіп еткен шебер технолог. Байқағанымыз елгезек жігіттің мақсат айқын. Еңбекпен алда кәсіпорын басшылығына дейін көтерілу дейді. Мұнысымен қоймай өзін мемлекеттік қызмет саласында сынап көрмек ойы да бар. Тірлігінде тындырымды азамат, бүгінде 3 баланың әкесі. Алда оларды химия саласына беріп, ізін басар, білгір маман қылып тәрбиелейтінін айтады. Нұрлан Асқар, Ермек Кеншінбек, 7-7 News. Қазақ елі азаматтарға тең құқылы өмір сүруге жағдай жасайтын бейбітшілік бесігі. Бұдан біраз жылдар бұрын мүгедек жанды көшеден көрсе, қол шошайтып шошына қарайтын қоғам. Қазір олармен қатарласа отырып еңбек етеді, жетістікке жетеді. Ол да болса мемлекетіміздегі тиімді бағдарламалардың тиісті кезде оң нәтиже бергендігінің белгісі. Бүгінде мүмкіндігі шектеулі жандар бас көтеріп жүріп қана қоймай, әлемдік спорт сайыстарында байрағымызды биікке көтеріп жүр. Жамбылдық жастардың Астанаға деген ақ тілегін біздің тілшілерімізде тыңдап қайтты. Дилафруз Махмадулаева балалық шағынан бастап арбаға таңылған. Осыған қарамастан жігерлі қыз мойыған емес, жасыған жоқ. Басына түскен қайғыға қарамастан кеудесін тік ұстап, өзі сияқты тағдырдың тәлкегіне тап болғандарды қолдауға кірісті. Бүгінде ол мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамдық бірлестігінде жұмыс істейді. Қаламын жанына серік етіп, әлеуметтік желі арқылы көңілі жарым жандарға қол ұшын созуға тырысады. Еселі еңбегінің нәтижесінде жақында Дилафруз еліміздің жүрегі Астанаға алғаш рет бармақшы. Бұл көптен бергі арманым дейді блогер. Хотелось бы отдельно Елбасынан өз атымнан алғыс білдіремін. Ұлт қолбасшысына зор денсаулық тілеймін. Тату-тәтті елімізге рахмет. Наргиза Ахметова бала кезінен әлемдік би алаңының ханшайымы болуды армандаған. Бірақ 2006 жылы орын алған апат оның осы мақсатын күл-талқан еткендей еді. Оқыс оқиғадан соң бойжеткен қол арбаға таңылады. Бірақ темір арба оны одан әрі жігерлендіре түскендей. Бүгінде Наргиза Қазақстанның 3 дүркін чемпионы және арбадағы балдық биден әлем чемпионатының қола жүлдегері. Поддержка у нас Бізге очень клуб жаттықтырушы мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетеді. Спорт жағынан да үлкен қолдау көрсетілді. Мен Қазақстанды, Астананы туған күнмен құттықтаймын. Өсіп өркендей берсін. Ең бастысы елімізде бейбітшілік болсын. Спорту очень хороший. Осылайша Қазақстанда азаматтардың жасы мен мүмкіндігіне қарамастан еңбек етіп, асуларды бағындыруға тең мүмкіндік берілген. Азия мен Еуропа арасындағы алтын көпірге айналған елімізде сан салаға серпін беріліп, барша азамат тәуелсіздіктің тұғырлы болуы жолында аянбақ емес. Келбет Шамшы, Марат Таубаев, 7-7 News. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Амандықта жүздескенше. Ал қазір ертеңге арналған ауа райы мәліметі.